Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Зығыр, яғни лен құрамы қоректік заттарға өте бай. Бір ас қасық зығыр дәнінде омега-3 май қышқылдарының күнделікті қажеттілігінің 130%-ын құрайды. Зығыр құрамында маңызды амин қышқылдар, антиоксиданттар А, Е, В1, В6 витаминдері бар. Және де калий, селен, магний, марганец, фосфор, мырыш және клетчатка бар. Зығыр қандағы қант деңгейін қалпына келтіреді, холестеринді төмендетеді, жүрек-қан тамыр жүйесін мықты қолдайды. Зығыр дәні өт айдаушы әсері бар, сондықтан өт тас ауруы бар адамдарға болмайды, тастың қозғалып кету қаупі бар. Омега-3 қабылдағанда ағзада қандай өзгерістер орын алады? Иммундық жүйені күшейтеді, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, шаршағанды басады. Дене табиғи түрде жасарады, терінің тонусы мен икемділігі артады, тырнақ пен шаш фолликулалары күшейеді, бет терісі ажарланып, әдемі болады. Зейін, есте сақтау қабілеттері жақсарады, көздің көруін де жақсартады. Негізінде майлар қаныққан май қышқылдары және қанықпаған май қышқылдары болып екіге бөлінеді. Адам ағзасы үшін қанықпаған майдың пайдасы көбірек. Дәл осы омега қанықпаған май қышқылдарына жатады. Омега-3-ті ішуге болмайтын жағдайлар: жүректің ишемиялық аурулары кезінде, операция кезінде және операциядан кейінгі уақытта 3 айға дейін омега-3-ді ішуге болмайды. Грипп, бактериалды инфекция кезінде болмайды. Қанның июі жоғары болып тұрған пациенттерге ішуге де болмайды. Омега-3 ағзамызда тапшы екенін қайдан білеміз? Егер сізде құрғақ тері, әлсіз шаш, сынғыш тырнақ, нашар ұйқы, буындардың ауруы болса, онда сізде омега-3 жетіспейді. Құрамында омега-3 көп азық-түліктер: скумбрия, сардина, соя сабақтары, грек жаңғағы, албырт, жұмыртқа, чия дәндері, аш жапырақ, яғни шпинат, зығыр дәнінде, брюссель қырыққабатында, қызыл балықта және оливковый маслода омега-3 көп болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.